Неғып бүкіл қазақ зиялылары аудара алмаған, төңкере алмаған Шахановтың былығын ашып, бүкіл дүние жүзіне оның Қытайдың ит екендігін әшкерелейтін миссияны Құдай маған жазып отыр. Демек, Құдай мені бұл дүниеге жаратқанда осылардың былығын ашатын, төңкеретін адам қылып маған миссия беріп отырған. Неге Назарбаевтың қолынан барлық қазақ мерт болып, түрмеде өліп кетеді? Неғып мен Назарбаевтың қолынан тірі қалам, аман қалам? 174-ші баппен Қазақстанда осы уақытқа дейін бір адам тірі шықпапты. Мен неге сот залынан босап шығам жарты жылдан кейін? Демек, Назарбаевтың да басын шабатын миссияны Құдай маған беріп тұр. Неге? Азуын айға білеп, қылышынан қан тамып тұрған Назарбаевтың қылышы менің басыма келгенде өтпей қалды. Демек, Құдай маған сондай миссия беріп тұр. Миссия беріп тұр. Тоқаевқа қарсы сөйлейтін қазақ жер бетінде саусақпен санарлық. Тоқаевтың бүкіл былығын дүниеге аштық. Міне мына жігіттердің тұтқындалу кезінде жер бетінде 500-ден артық медиа Қазақстанның былығын ашты. Қазақстан дейтін елдің қайда екенін білмейтін медиалар, бүкіл әлемдегі ең ірі медиалар осы істі жазды. Кім жазғызды? Біз жазғыздық. Американың конгресі мені дерлік Қазақстан дегенді жаттап алды. Себебі күнде барам, есігін қағам, күнде барам, есігін қағам. Күнде жазылам. Осы апта қабылдамаса, келесі аптасында жазыңызшы деп. Қолымда қалың дәптерім бар. Анаған жазылды, мынаған жазылды. Манаған сағат 10-да, мынаған сағат 11-ге. Қатшыларына жазылына, мана 11-ге үлгіре алмайды екен, 12-ге ауыстырып қойыңызшы деп. Соның бәрін істедім. Табанынан тоздым. Ал демек, осы миссияны Құдай маған неге жазып отыр? Демек, осы зұлым советтік сасық коммунистердің басын шабатын миссияны Құдай маған жазып отыр. Қашан айтты деме? Қылышымнан қан тамып, мен барамын. Төбеңнен зымыран мен дронды ұшырып отырып, мен барамын. Мына коммунистерді тырқыратып отырып, қуып, қашқан Назарбай Тоқайды, оның інілерін, балаларын шетелден миллиардтармен алып қайтып, өліп қалған Болат Назарбайды, Мұхтар Шахановты қазып алып тұрып, сатқындар моласына жерлеп, Қазақстанда 3 ғасыр бойы қазақтың жазаланбай кеткен сатқындарын жазалаймыз. Содан қазақ ұлты 3 ғасырдан кейін азаттыққа шығады. Біз сол қазақты азаттыққа шығаратын қазақ біз боламыз.